Ассалаумағалейкум жігіттер, қалайсыздар, амансыздар ма? Үйштеріңіз аман ба? Не жаңалық, не хабар? Ал бүгін малға шыға қалдық. Қыстан аман есен шығып, көптен бері шықпай едім, өткенде январдан кейін шыққан жоқпын. Бүгін бір сол сәті түсіп, далаға шығып келейінші деп, мал жанын түгендеп қайтайын деп, үйірдің ішіндегі бір-екі бие туған екен. Анау машам туған екен. Өткенде видео салдым, 2025-тің алғашқы құлындары. Тағы бір құлын бар. Бұл жолдас жігіттің биесі. Осы бір 2-3 күндікте туған білем. Әлі құлақтан үлгермеген. Ал машаның құлыны бір 10 шақты күндей болып қалды, құлақтанды. Жалпы туғанына хабардар едім, бірақ туғалы бері шыққан жоқпын, көзіммен көрген жоқпын. Бүгін сәті түсіп шыққанбыз. Малжан аман, жалпы 22 бас болып жүреді. Өткенде жігіттер өздерінің 1-2 бас байталдарын құнажын айырып алып 20 бас. Бірақ сол 2 бастың орны 2 құлынмен толықты. Амансыздар ма? Жақсыздар ма? Малжандарыңыз аман ба? Баршаңызға Атыраудан сәлем жолдадым. Атыраудан, Индерден. Кімден не жаңалық, не хабар? Бізде жер енден дос кішкене көтеріліп көгеріп жатыр. Жалпы тістеп жейтін малға жерде көк бар. Қыстан шыққасын күйлер әне бір қатты киірім емес. Бірақ жаман емес. Аман есенбіз, жүріп жатырмыз. Мынау көшім бием. Бұлда қарны шәлтейіп жүр. Былтырда туған, құдай қаласа биылда туатын сияқты. Былтыр 3 бием шықпай қалды. Айғырдан болмаса құлын тұстады. Биылда маша туды бастап. Көшім бие буаз. Мынау сіган. Білмеймен, жай буаз болмаса, ар жағында жүрген анау серайда бір нәрсе бар сияқты болып көрінеді. Құдай қаласа көреміз. Енді оны білмей тұрмын, бар кінәратты айғырға айтайын десем, айғырда енден сақайып келатыр атаман. Әлде бір 2-3 жыл көрем. Нағыз енді денсаулығында бір ақау болып, биелерді шығара алмай жатса, айғыр ауыстырам ғой. Жалпы үйіріне мұқият, тиянақты, осы уақытқа дейін бір қоспаса, өзінің үйірінен алып бұтыратып алып көрген жоқ. Атаман, мә. Атаман. Бұлай мінезді жақсы айғыр. Осы уақытқа дейін де көріп жүрсіздер ғой, жалпы видеолардың барлығын салып жүрмін. Басында дөнен кезінде далаға шығарғанда да видеоларын салдым. Жақсы айғырларға барып мінез көрсетіп. Тор төбел құлыны бар. Торма жиренбе әлі өзгереді ғой. Басқа аманбыз. Анау жерде ішіндегі бір байтал тістеп қуып жүр ғой, жарықтық айғыр. Атаман өзінше нетіп анау ары қарай қашты. Кет.
сөйтіп үйірден қуып шығарып жіберетін айғыр жарықтық. Қуып алып кетті, қайттан үйіріне қосылып кетті анау. Әлде құнан бір нәрсе ме екен? Бәйшешек қызғалдақ шығып жатыр. Жәндіктер де жыбырлап жер бетіне шыққан. Жер ана мамыражай күйге еніп, бусанып, сәуір болмай тәуір болмас дейді қазақта. Сәуір болып, жақсы бір керемет күйге еніп жатырмыз. Мал жан аман екен, амандығын көріп. Мынау көк бием демай қалып еді биылда, қысыр сияқты. Осындай жағдай, жігіттер, достар. Кел. Машинка. Ай, молодец, Маша. Маша, хорош, Маша. Кел. Машинка. Машинка. Кел. Анау. Маңдайында алақандай төбелі бар, ананың да төбелі бар екен. Еркек oldu. Maşallah. Berekesin versin. Gel. Maşa. Al осындай тема.
Ал жағдай осындай жігіттер. Тек жақсылықта жолығайық. Баршаларыңызға өтіп кеткен қасиетті Рамазан айы құтты болсын. Тұтқан оразаларыңыз, қылған ниет амалдарыңыз қабыл болсын. Жақсылықта жүздесейік. Баршаңызға бір жастарыңызбен құтты болғай тек қана. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Ассалаумағалейкум.